Жемесе де май жақсы, бермесе де бай жақсы. Өзін танымаған адам кедей болады да. Жалпы біздің түрік тілінде бай деген сөз бірінші деген мағынаны береді екен. Бірінші. Барлық жағынан бірінші. Мысалы, ең бірінші шыққан гүлді қазақ бәйшешек дейді. Бай шешек. Бай біше дейді. Біше деген әйел. Бірінші әйел. Қазақ айтады, тегін адам таз болмайды дейді, қазақ айтады. Сондай сөз бар, тегін адам таз болмайды дейді. Бұл жерде жаңағыдай бай болу үшін ол жерде интеллект, береке, еңбекқорлық, тәуекелге бара білу, байлық деген нәрсе бар. Сонда ол байдың өзі екі түрлі болады. Байлық деген жалпы байлық. Ол мысалы қазақта сасықбай деген бар. Сасықбай деген кім? Сасықбай дегеніміз байлықтың не үшін керек екенін білмейтін адам. Ол мысалы сол байлықты байлық үшін жинайтын адам да, ол сасықбай. Ал дәулетті адам дегеніміз сол байлықты өзінің жаны үшін жұмсайтын адам. Ана қазақ айтады ғой, малым жаным садақасы. Жаным арым садақасы дейді. Сонда дәулетті деген не? Ол кәдімгідей сол дәулет деген мемлекет деген ұғымды біледі ғой. Ол кәдімгідей сол байлықты не үшін керек екендігін білетін адам ғой. Сонда байлық деген енді қазақтың көзқарасы қандай дегенде қазақ айтады. Бай жақсы ма, жаман ба деген сөзге қазақ айтады. Жемесе де май жақсы, бермесе де бай жақсы дейді. Бермесе де дейді, ол сараң болсын тіпті. Неге? Өйткені байлық ол жетіскендік. Ол өмірдің өсуі, толу, толыққанды жетілу, қалыптасу. Ол былайша айтқан кезде салтанат қой. Мысалы, француздың жазушылары айтады ғой, роскош дейді ғой, салтанат дейді, ол байлықтан басталады дейді. Ол салтанаттың негізінде ол байлық жатыр. Ал кедейлік неге жаман дегенде Абай айтады, кедейлік кейде адамды хайуандандырып жібереді дейді. Көрдіңіз бе? Ал анаушы, мен кедейін көбінесе сұрасам, мысалы, кедей ол Құдайдың бергені дейді. Салшы, көбінесе айтып жатыр. Жоқ, олай емес. Мен солай сөйтіп жаратты, маған берген жоқ дейді. Тағдырдың жазғаны. Яғни көбінесе, өзінен былай айтқан ол жауапкершіліктен қашу ма, ол неден? Бұл былайша айтқан кезде мынау ақылсыздық қой. Біздің ақыл бар ғой. Ақыл деген нәрсе негізі не үшін берілген бізге? Ақ пен қараны ажырату үшін. Ақ пен қараны ажырату үшін осы ақыл берілген бізге. Сонда Абай айтады, байлықты жаратқан Құдай дейді, кедейлікті жаратқан Құдай. Бірақ сені кедей қылған Құдай емес дейді сөз. Саулықты жаратқан Құдай, денсаулықты жаратқан Құдай, ауруды жаратқан Құдай, бірақ сені ауру қылған Құдай емес дейді сөз. Осылай деп ұғу керек дейді Абай айтады. Осылай деп ұқсақ жарар дейді. Сондан мен өзім ойлаймын, бұл кім кедей болады? Ол өзін танымаған адам кедей болады да. Өзін танымаған, Құдайды танымаған адам кедей болады. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, мысалы, Алла Тағала сізді жаратты да, Алла Тағала жаратты. Сосын, мысалы, көп адамдарды былай ғой, істей алмаймын дейді, істей алмаймын, қолымнан келмейді. Неге? Ана өзін танымай тұр да. Мысалы, егер ол өзін таныса, оның өзінің бойында қаншама потенциал бар екен, өзінің бойында тұнып тұрған қабілет бар екендігін көруші еді ол адам. Кедейлік қайдан шығады деген кезде, қазір кезде жақсы бір сөз бар ғой, кедейлік ең бірінші ойдың кедейлігінен пайда болады дейді. Ойдың кедейлігі де ойдың тапшылығы, мидың тарлығынан сөз бе. Яғни мен осылай жаратты Құдай. Сонда Абай айтады, ол Құдай біреуге беріп, біреуге бермейтін дейді, ол ала қол саудагер емес дейді. Және Абай, қателеспесем, Абайдың бұл біздің Абайдың 10-шы қара сөзі. Енді айтады, бала тілейсің, анау тілейсің деп келеді, бір кез айтады. Және дейді, мал тілейсіңдер дейді. Құдайдан дейді. Айтады. Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер. Әуелі Құдайдан тілемейсің дейді. Тілемейсің дейді. Құдай берді, үсті былай айтады енді. Құдайдан тілемейсің дейді. Бірінші қайсақ сол деп тұр ғой енді. Тілесің, Құдай берді, бергенін алмайсың дейді. Осы не деген сөз? Құдай берді, бергенін алмайсың. Өте жақсы сөз. Біз Құдайдың бергенін танымай отырмыз ғой. Біздің көп адамдар әлі күтіп жүр Құдай береді дейді негізі. Құдай саған әуелден беріп қойған дейді Абай айтады. Бұл кісі айтады, мен енді Құдайдан күтіп жүрмін дейді. Бірақ Абай айтады, тіледің дейді, саған берді, бірақ алмайсың дейді. Айтсаң бұл кісі күледі. Қалай мен алмаймын, мен жын емеспін ғой, берген дейді. Осыны қалай? Ол сонда айтады, Абай айтады, Құдай не берді дейді саған? Бірінші дейді, күш қуат берді дейді. Мал табу үшін қуат берді дейді. Қазір күш қуаты бойында тасып тұрған,
тепсе темір үзетін жігіттер бар, қуатты, бірақ кедейді. жоқ, конечно, көп қой. Неге? Өйткені ана қуатты не үшін бергенін білмейді. Қазір кезде көп жігіттер мына бойында қуатты Құдай тағала не үшін бергенін білмейді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бұның феноменіне үңілсеңіз көп нәрсе шығады. Сонда қазақ айтады, қараңыздар, данышпан қазақ айтады. 12 мүшең сау болса, кедеймін деп айтпа дейді. Қазір 12 мүшесі сау қаншама адам бар, кедеймін деп жүрді. Неге? Өйткені 12 мүшесі сау адам кедей болуы мүмкін емес деп тұр қазақ. Енді Абай айтады, енді ол қуатында қуаты бар ғой. Енді мысалы жер қазуға болады да. Мысалы мен құрылыс техникумда оқыдым ғой, сонда смета деген болады бізде. Сонда 1 куб метрдің мысалы құны 8-ақ тиын. А сен 1 куб метрді мысалы күніне көп болса 2 куб, 3 куб қазасында соның сілең қатады да кәдімгідей. Сонда сен күніне 24-ақ тиын табасың. Неге? Өйткені сол қуат, сен ниетің дұрыс, сен ана жер қазып не тапқың келеді? Адал ақша тапқың келіп жатыр. Тапқың келеді. Бірақ сен Абай айтады, қуатты орнымен жұмсай алмайсың дейді. Енді Құдай саған не берді дегенде, сол қуатты Құдай берген, орнымен жұмсауды үйрететін ғылым берді дейді, оны меңгермейсің дейді. Сонда Абай айтып тұр ғой, сен құрдан-құр қуып жұмыс істей бермесе, ғылым үйренсе деп тұр ғой. Мынау мен сізге айтайын, Құдай себепке береді дейді. Осы жерде керемет нәрсе бар, мәшһүр айтады. Құдай себепке береді дейді. Ол Құдай себепке береді деген сонда себебін кім қылады дейді. Құдай қыла ма, адам қыла ма дегенде мәшһүр айтады, жоқ дейді, адам қылады дейді. Құдай тек мусабиб дейді, себепті жүзеге асырушы дейді. А себебін сен өзің қылуың керек дейді. Сонда бірінші не істеу керек дегенде, бірінші қаст ету керек дейді. Қаст дегеніміз қалау қатты. Қас етмек дейді ғой. Қатты қалауым керек. Мысалы, бай болсам деп. Екіншіден дейді, құр армандап бай болсам деп армандап жүрген адамдар көп, бай болсам екен деп. Қазақ айтады, азатын ер армансыз келеді дейді. Енді сіз қалап отырсыз. Ол да арман ғой, мысалы, сіз қалайсыз, мысалы, бай болды, космосқа ұшуды қалайсыз, мысалы. Құр ғана арманмен қалып қойған адамдар бар. Сонда қазақ айтады, азатын ер арманшыл келеді дейді. Арманшыл деген құр қиялмен өмір сүретін адамдар. Себебін қылмайды, себептің өйткені екінші компонентін жасамай тұр да. Сонда енді себебін қас дейді. Енді не керек дейді? Енді фиғыл керек дейді. Фиғылдан әрекет. Әрекет ету керек дейді. Құр армандаумен ол шешілмейді дейді. Енді әрекет ету керек дейді. Фиғыл керек дейді. Фиғыл да ол да жеткіліксіз екен енді. Енді үшінші не керек дейді? Мысалы сен фиғыл ретінде барып тірелдің ана қабырғаға. Әрекетпен барып тіреліп қалдың. Тірелдің. Сонда не істеу керек дегенде, үшінші амал ету керек дейді. Әрекет пен амал несі бар? Амал дегеніміз 2-2 қосқан амал ғой. Амал дегеніміз есебін табу. Айтады ғой, амалын тапты дейді ғой әйтеуір. Себеп үш нәрседен тұрады дейді. Ол қаст ету, яғни бірінші қатты қалау. Екіншісі дейді фиғыл, соған қарай жылжысын. Үшіншісі амал. Осы үшеуін қосылғанда адам себебін жасайды. Сонда амал деген әрекеттердің комбинациясы ғой былайша айтқанда, иә? Амалға ақыл керек. Әрекетке тек қана физика пока, иә? Иә, әрекет мысалы сен қаладың, кетіп барасың, тірелдің. Сол кезде сен амалын табу керек та оның. Көп адамдар мысалы беті қайтып қалады, амал жоқ. Ғылым бар, бірақ ондай меңгермейтін адамдар бар да. Неге дейді? Өйткені саған дейді, Алла тағала үшінші берген нәрсесі дейді, сол ғылымның сөзін оқығанда оны түсінетін ақыл берді дейді. А сен ақылыңды қайда жұмсап жердің дейді. Сонда адам ақылын жаңағыдай ғылымды меңгерудің орнына оған қайда жұмсайды? Өсекке, ғайбатқа, патрон іздеуге, ренжуге. Ана біз батыста бір сөз келді ғой, сен егер ақылды болсаң неге кедейсің дегенде біз күлдік қой, ол бізге қатысы жоқ, ол бізге лайық емес, ол батысқа айтылған. А шын мәнінде Абай айтып отыр. Егер сен осының бәріне адам қалай жетеді деген кезде жоғарыдан бастайсыз ғой, ақылмен жетесіз. Сонда Абай айтады, келеді жаңағыдай. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді, жас айтқандай. Қайда жіберді, кім біледі дейді ақыл. Сонда анау адамның ақылы позитивті, креативті нәрселерге емес, бос нәрселерге жұмсап жүретін ғой адам. Ал ақыл деген ол бір-ақ нәрсе, ол энергия. Қараңыз, сенікі дейді, оны жаңағы алдап алмақ, қулық салмақ кетеді. Көп адамдар ақылын дұрыс жұмсамағаннан кейін, ақылын енді ақша табу керек қой. Ақша табу күн көріп не істейді? Қулық салмақ. Абай айтады, қарашы, ерінбей еңбек қылса, түңілмей ізденсе, кім бай болмайды дейді. Орнын тауып істесе, оның дейді саған керегі жоқ. Негізі байлық саған керегі жоқ қой дейді. Еңбек ету. Сенікі дейді, қараңыз, жаман айтады. Біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны іздегенің сол дейді.